Гүлназия, Астанаға үйрендің бе? Алматыға қайтып оралғың келмейді ме? Жоқ, Олжас, Астананың мен үшін орны ерекше, қысы қанша қаһарлы болса да жақсы көремін. Жай сұрадың ба? Иә, жалпы Астана Ақмолаға ауысқан жылы көптеген мемлекет қызметкерлері Алматыға қайта оралған екен. Еліміздің астанасы Ақмолаға көшті, алайда шенді қызметкерлердің барлығы өзге шаһарға бейімделді деп айту қиын. Біразы қайта Алматыға жол тартты. Себебі Астана ауысқанымен Ақмолада әлде коммуналдық мәселелер тұралап тұрған еді. Оны шешумен қатар жаңа Астанада кең ауқымды құрылыс жұмыстары жүргізіле бастады. Оған мыңдаған адам жұмылдырылды. Қала мәртебесі өзгере салысымен пәтер бағасы да қымбаттап шыға келді. 1998 жылы зейнет жасы ұлғайтылды. Мәселен, Кеңес одағында әйелдер 55, ал ерлер 60 жаста зейнетке шықса, жаңа реформа бойынша тиісінше 58 бен 63 жасқа өзгертілді. 1998 жылы ТМД елдерінің арасында алғашқы болып Қазақстан зейнетақы реформасын жүргізеді. 1 қаңтардан бастап халық табысының 10%-ын зейнетақы шотына аударады. Аталмыш жүйе әлемдегі ең үздіктердің бірі деп танылады. Зейнетақы тағайындайтын заңға ауысқанда көптегендердің мынау стаждары, еңбек еткен стаждары, көптегендердің жалақылары, еңбек ақылары, көптегендердің кейбіреулерінің болмады, көптегендер жұмыс істемеді. Зейнетақы тағайындауға келгенде қарасақ, стажы бар, жалақысы жоқ. Заң бойынша стаж бен жалақы бірге жүру қажет. Осы жылы жақын көршіміз Ресейдің жағдайы мәз емес болатын. Теріскейдегі көршіміз Ресейдің экономикасы күрделі дағдарысқа ұшырайды. Экономикасы дефолтқа тап болады. Халықаралық келісім шарттар бойынша міндеттемелерін орындай алмағандықтан курс бағамы күрт құлдырайды. Қазақстанға да оңай болған жоқ. Дегенмен өзге елдермен салыстырғанда жағдайы бір қалыпты еді. Сондықтан да елде барлық салада реформа жүргізу қажет болады. Сол жылдың күзінде президент сайлауын өткізу туралы шешім қабылданады. Оның қорытындысы жайлы халық 1999 жылдың басында біледі. Гүлназия, 18 жыл өтсе де әлем жұртшылығы әліге дейін талқылап қоймаған махаббат хикаясын білесің бе? Олжас, кім туралы және не туралы айтатынды біліп отырмын. ақш-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон мен оның көңілдесі Моника Левинскийді менсе отырсын ғой. Иә, бұл махаббат дастаны биылғы ақш-тағы сайлау барысында да басылым беттерінде арагідік жазылып тұрды. 1995 жылы Ақ үйге тәлімгер болып кірген Моника сол даудан әлі күнге дейін басын арашалай алмай келеді. Ал осы оқиғадан соң Билл Клинтонның беделі біршама түсіп қалып еді. Президенттің жұбайы Хиллари Клинтонның керісінше мәртебесі арта түсті. Себебі Хиллари аталмыш әңгімеге құлақ аспай, керісінше жолдасына шаң жуытпады. Әріптестер, бізде әзірге осы. Рахмет, Олжас. Ал Гүлназия, сені біз ертеңгі күннің ауа райы болжамымен тағатсыздана күтеміз. Рахмет, көріскенше.